Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Қазақ тілінен бүгінгі біздің оқитын тақырыбымыз көптік жалғаулы зат есімдердің септелуі. Яғни балалар, көптік жалғау дегенді сендер білесіңдер. Ол лар, лер, дар, дер, тар, тер. Бұл дегеніміз балалар, көптік жалғаулы сөздер мысалы заттың көп екенін білдіреді. Оқушылар, мұғалімдер, қарындаштар, кітаптар деген сияқты жәнегі түбірге ларлер, дардер, тартер жалғаулар жалғанатын болса, онда ол заттың біз көп екенін білеміз, және бұл жалғаулар бізде көптік жалғаулары деп аталады. Енді балалар, мына жерде сендер көріп тұрсыңдар, оқушылар деген сөздің септелуін мен сендерге жазып қойдым. Оқушылар, яғни бұл жердегі түбірі бізде оқушы, оған лар деген жәнегі көптік жалғауы жалғанды. Енді келесі ілік септігінде кімнің, ненің, немесе кімдердің, нелердің? Оқушы, лар және дың. Балалар, бұл жерде лар көптік жалғау, дың ілік септігінің жалғауы болады. Барыс септігінде кімге, неге? Кімге? Оқушыларға. Түбірі бізде оқушы, түбірі оқушы. Оған лар деген көптік жалғауы және ға деген барыс септігінің жалғауы жалғанған. Енді келесі табыс септігінде нені? Оқушыларды, яғни түбірі оқушы, оған лар деген көптік жалғауы жалғанған және д деген табыс септігінің жалғауы жалғанып тұр. Осылай міне балалар, біз көптік жалғаулы және зат есімді септеп шықтық. Енді өздерің түбірі қайсы, қосымшасы қайсы көптік жалғаудың және жалғауы қайсы болатынын мен сендерге мына жерден былай көрсетіп қоям. Ал мен деген бұл көмектес септігінің жалғауы. Дан дегеніміз шығыс септігінен, ал да дегеніміз жатыс септігінің жалғауы. Түбірі оқушы болады.